Еркекке үйленген жалғыз ұл. Жаздың жайма шуақ күндерінің бірі. Іс сапардан үйіме асыға келе жатырмын. Әуежайда отырып таксиге тапсырыс беріп едім. Такси лезде жетіп келді. Таксист қазақтың қарапайым жігіт екен. Жөн сұраса отырдық. Біраздан кейін таксидегі радиосын қосып еді. Әуе толқында Еркін Нұржанның орындауындағы жалғыз ұлым әуені ойнап жатыр екен. Күнім менің, сенен басқа бар еді кімім менің. Сен от басып қалар деп ойда жоқ та, көрсең еді жүрегім тілінгенін, ей жалғыз ұлым менің. Еріксіз есіме бір оқиға орала берді. Өмір сенің адам баласына сыйлар тосын сыйың да, қуанышың да бітпейді-ау. Тіпті ойламаған жерден біреулерді бақытқа кенелтесің, ал біреуге қайғы мұң сыйлайсың. Бірақ сен осы тосын мінезіңмен құпиясың, ғажапсың, жұмбақсың. Әділ бүгін әдеттегіден ерте тұрып, бой жазу жаттығуларын бастап кеткен. Бұл оның бала кезден қалыптасқан әдеті. Әкесі де жанына ертіп алып, санасына сіңіріп, жаттығуларды үйретіп еді. Қайран әке, артыңдағы ұрпағы ұлыңның боркемік әлсіз емес, шымыр епті болып өсуіне қатты көңіл бөлесің. Әділдің әкесі Сержан біреудің жалғыз ұлы еді. Әділді әкесі 40 жасында көріп, қуаныштан ауыл-аймаққа той жасап, баласын басынан құс ұшырмай өсірген. Бірақ ер азаматқа тән қайсарлық пен жігерді бала бойына жастай сіңіре білген. Аңға шықса қасына ерте кететін. Кейде анасы күміс ренжіп, баланы неге әурелейсің, әлі жас қой десе әкесі, баланы жастан, қатынды бастан дегендей, жастай үйрентсең, әр нәрсеге бейім, ширақ болып өседі дейтін. Әкесі Әділ мектепті бітіретін жылы ауырмай сырқамай ұйықтап жатқан күйі өмірден өте берген. Әділ жоғарғы оқу орнына бармаймын, анамның қасында боламын дегенде анасы күміс, мені жау алмас, ағайын туыстың ортасындамын ғой, қол-аяғым сау, сенің оқуың керек балам деген. Ақмола жақта ағамның ұлдары тұрады. Үлкен ұлы жақсы қызметте, соған барасың, көмектеседі дегенде Әділ басын үнсіз изей беріп еді. Керек адресті жазып алып, Әділ Ақмола қайдасың деп жолға шыққан. Пойыз бір күн жүріп, қалаға кешке қарай кеп жеткен. Ол тиісті адресті такси жүргізушісіне көрсетіп, 20 минуттың ішінде келіп ақ жеткені. Ақыл ағасының үйіне кіргенде алдынан ағасы шығып қуана қарсы алды. Әділге көңіл айтып, күзге қарай бұның әкесінің басына барып, Құран оқып қайтатындарын айтып, ақталғандай болған. Ағасының жайлы 6 бөлмелі үйі бар екен. Есік алдында ағаштар жайқалып өскен. Бағы бар, іші көлеңкелі саялы жер. Ағасының әйелі Гүлзира аузын ашса жүрегі көрінетін қарапайым мейірімді. Әділге бар тәтті дәмді сынып бәйек болып жүр. Адамды жатсынбайтын осы жеңгесін Әділ де жақсы көріп кетті. Ақыл нағашысының 2 баласы бар. Ұлы Едіге мен қызы Сәуле де осы қалада тұрады. Өз алдына шаңырақ құрған. Әке-шешелеріне келіп, хал жағдайларын біліп, балаларын әкеп, аунап-қунап қайтатынын Гүлзира жеңгесі сөз арасында айта кеткен бағана. Сонымен Әділ қалаға үйренгенше осы үйде тұратын болып шешілді. Ағасы қай оқуға түскің келеді дегенде, дене тәрбиесі мұғалімі болсам деген Әділ ақырын ғана. Мектептегі дене тәрбиесі пәні мұғалімі Асқар ағасына ұқсаған ұстаз болсам деген арманы жас жігітке жігер беретін. Бүгін Әділдің өміріндегі ерекше қуанышты күн. Ол мұғалімдер институтының дене тәрбиесі факультетіне студент болып қабылданды. Сынақтардан сүрінбей өтті. Қандай ғажап студент атану, арманыңа қол жеткізу. Әділ өзіне қанат біткенде ерекше сезім күйінде жүрді. Анасына ағасы телеграмма салып құттықтап та жіберіпті. Студенттік өмірдің талай қызығы мен
шыжығын бастан өткерген күндер де артта қалып барады. Енді 1 жылдан соң дипломмен ауылына барып, анасына көмекші қамқор болмақшы. Осындай ой құшағында келе жатқан оның ойын сыңғырлаған қыздардың күлкісі бұзып жіберген еді. Жігітім, көзіңізге қараңыз, қызыл жанғанда өтпеңдер деп мектепте сірә айтпаған-ау деген толықша келген қыз. Ойдың құшағында келе жатып, әділ шынымен байқамаған екен. Мына қыздар болмаса көшені бағдаршамның қызыл жарығы жанып тұрғанда кесіп өтуге сәл қалыпты. Ағай, міне енді өтуімізге болады деген екінші нәзік әдемше қыз. Әділ сасқалақтап қалған. Ұялған тек тұрмас дегендей, сіздердей сұлуларды көріп есім шығып кетті. Ендігіде абай болармын дегенде екі қыз сыңғырлай күлген. Әділ қыздармен танысып алған. Толық келгені Жұлдыз, әдемі қыз Айнұр екен. Қыздар әділ оқитын пединституттың математика факультетінде оқиды екен. Осы өңірдің қыздары. Сөйтіп, әділ мен Айнұр осылай танысып табысқан болатын. Кейін дипломаларда әділ ауылына барып, анасына үйленетінін айтқанда, анасы қуаныштан жылап жіберген. Сонымен анасы әділдің диплом алуы мен үйлену тойын жасау үшін даярлыққа кірісіп кетті. Әкесінен қалған ірі қара мал қойды сатып, тойдың жабдығына туыс-туысқандары көмектесіп, қызу дайындық басталды. Ақыл ағасы мен оның 2 баласы Едіге мен қызы Сәуле аянып қалмады. Барын беріп, көмек қолдарын созды. Жеңгесі Гүлзира болса, құда-құдағиларға арнап, алтын сырға, жүзіктер мен қымбат киімдер алып, керек жабдық жарақты түгендеп әлек болуда. Міне осылай ағайын туыстың көмегімен әділ мен Айнұрдың тойлары да өткен. Құда-құдағилар сый-сияпатқа риза болып, жастарға бақыт тілеп тараған еді. Күміс әжейдің 1 баласы 2 болып, қуаныштан басы айналған. Әділ әкеден қалған қара шаңырақтың иесі ретінде ауылға келіп, мектепте келіншегі Айнұр екеуі ұстаз болып еңбек етіп жатты. Айнұр да өте әдепті, биязы мінезімен ауылдың адамдарына қатты ұнады. Ал күміс әже осылардың қамқорлығын көріп, тәубесін айтудан жалықпайтын. Тұңғыш жылдары сырым дүниеге келгенде әжей қатты қуанды. Ауыл аймаққа той жасап, ат шаптырды. Сержанның ұрпағы жалғасты. Ол көрмеген қуанышты маған көруге бұйырыпты деп риза болды. Сол асыл анасы, немересі сырым 5 жасқа келгенде 4 күн ғана ауырып дүниеден озды. Содан бері 26 жыл өтіп кеткен екен. Зымыраған уақыт, сол сырым бүгінде 26-ға толады. Одан кейінгі 2 қызы Кәмшат пен Гаухар тұрмыста отбасылы, бала шағалы. Тек сырым үйлен десе естімегендей болады. Әкесі Әділ мен анасы Айнұр келін әкелу туралы әңгіменің басын бастаса, ұлы ішіп отырған асын тастап, дастарханнан тұрып кететін болған. Сырым жоғарғы білімді темір жол маманы, Алматыда оқыған. Өзі сымбатты да көрікті жігіт, бойшаң әдепті, ара шарапты, темекіден аулақ жүреді. Сырымға ауылдың қыздарының бәрі ғашық. Бүгінде Сырым Астанада темір жолда инженер, 2 бөлмелі пәтері де бар. Еңбек демалысында ауылға келген сайын, әкесі мен шешесі үйлен деп құлақ етін жеп бітті. Ауыл естімегендей не жоқ, не я демейді де. Әлде біреумен телефонмен сөйлесіп жатады. Бірде әкесі, саған қалыңғықты өзіміз айттырып алып береміз дегенде ғана, Сырым, папа, менің сүйгенім бар дегені. Әкесі мен анасы қуанып кеткен. Биыл жазда үйлендіреміз, болды деген. Ертеңінде Сырым үйінен Астанаға ешкімге айтпастан қашып кеткен. Түкке түсінбеген әкесі мен анасы дал болып қала берді. Қой, бұның шал болғанын күтіп отырамыз ба? Менің де немере иіскеп келін түсіргім келеді деген Әділ
ұлына хабар берместен Астанаға тартып кеткен. Пойыз таңертең ертемен жаңа вокзалға келіп тоқтаған. Әділ таксимен ұлының үйіне лезде жетіп келді. Келсе ұлы ұйықтап жатты ма? Әйтеуір есікті әрең ашып әкесін көңілсіз қарсы алған. Ұлым, сырқаттанып қалғансың ба деген әкесіне. Жоқ папа деп қысқа жауап беріп, әкесіне төсегін салып беріп, өзі басқа бөлмеге зып берген. Бұған Әділ аса мән де бермеген. Төсекке жатқан соң шаршағанын енді біліп, көзі ілініп кетіпті. Ұйқыдан оянса, сағат тілі күндізгі 10-ды көрсетіп тұр. Ол тұрып, ас бөлмесіне барып, электр шәйнекті тоққа қосты. Жан-жағына қарап қояды. Үйдің іші тап-таза, барлық зат өз орнында. Жалғыз еркектің тұратын жеріне ұқсамайды. Беті қолын жуып алуға ваннаға кіргенде әйелдің опа далабы, сүрмесі, бояу-сояуы, кремдері салынған шағын қорапшаны көріп, әй қу балам-ай, өзің үйленіп алғаннан саусың ба деп те ойлап қойды. Бізге айта алмай жүр екен-ау деп өзінше топшылаған еді. Шайын ішіп, көңілі жайланған соң Әділ телефонмен Айнұрмен хабарласты. Аман есен жеткенін айтты. Іші пысқан Әділ телевизордың пультін алып, олай-бұлай басып отырып, ылғи тыржалаңаш әйел мен еркек, еркек пен еркектің ойынын көріп, жағасын ұстаған. Бірақ бұндай қазір таңсық емес, жас болған соң көреді деп те ойлаған. Міне сұмдық, ұлы және тағы бір еркек құшақтасып аймаласып жатыр. Өз көзіне өзі сенбеген Әділ сол жерде отыра берген. Ал видеодағы аймаласу жеркенішті ойын жалғаса берген. Ұлы бірде әлгі еркекті құшақтап аймаласа, енді бірінде әлгі еркек ұлының үстіне мініп алыпты. О тоба, мен не көріп отырмын? Мынау шын ба әлде не деген ойлар миын қанжардың өткір ұшындай сұққылап жатты. Бір кезде есін жиған Әділ ұлының жатын бөлмесіне кірмек болған. Бөлмені ұлы құлыптап кетіпті. Содан Әділ бар күшін салып бөлменің есігін бұзып ашқан. Жүрегі тарс-тарс соғып, қаны басына құйылардай болған ол бөлмені ақтарып шықты. Бөлмедегі киім қоятын шкафтың есігін серпе ашқанда, бір жағында ілінген әйелдің іш киімдерін көрген. Әлгі еркек қатынның киімдері бұл деп дал-дұлын шығарған. Қабырғада ілулі тұрған ұлы мен еркек қатынның суретін көргенде басы айналып, құлауға шақ қалғаны. Қатынша боянып алған еркек ұлының мойнына қолын асып мөлдірей қарап қалған. Бөлме іші толған әлгі қатын еркек пен ұлының тыр жалаңаш әр жерде түскен фотолары, бірде кеме үстінде, бірде ұшақ ішінде, бірде сән салтанатты қонақ үйде құшақтаса түскен. Бейшара, сорлы Әділ, көрейін дегенің осы ма еді? Көр дегендей ана арсыз екеуі ыржиып, қылымси күліп тұрғандай. Сен болсаң бұл малғынды үйлендірем, немере сүйем дейсің, көр енді ұлыңның кім екенін десе, енді екіншісі бір дауыс, тәрбие беруде қай жерде қателестің? Бейшара-ау дегендей болады. Барлық фотоларды жұлып алып, аяғымен таптай берген еді. Жоқ, мен мынандай сілімтік ұлды өз қолымен өлтірем, бүгін-бүгіндей барып, Әділдің көз алды аппақ сағымға оранып жүре берді. Түскі үзіліс кезінде байыз таппаған Сырым үйіне машинасына отыра салып жеткенде көргені шашылып жатқан киімдер, фотолар, бұзылған есік, тура өзімен Лераның жататын бөлмесінде сұлап жатқан әкесі. Ал телевизордан бұның сүйіктісі Лера екеуінің видеосы әлі де жүріп жатыр еді. Кеше екеуі көріп, флешканы алуды ұмытып кетіпті қарабасқанда. Бәрін түсінген Сырым жедел жәрдем шақырған. Жедел жәрдем машинасы лезде келіп Әділді ауруханаға ала жөнелді. Бұл да солардың соңынан машинасымен ілесе үнсіз келе жатты. Әділді бірден реанимация бөліміне жатқызып, көмек көрсетуді бастап кетті. Сырым
Ауруханадан кешке сүйретіле бірақ шыққан. Басы мең-зең. Түсінгені, әкесінің миына қан құйылған аппаратта жатыр. Өмір мен өлімнің арасында жан таласуда. Сырым машинасын әзер басқарып келеді. Екі көзінен аққан жасының кермек дәмін сезбей жұта берді. Ал бұның еркек қатыны Лера болса, әкесі келгенде ешкімнің көзіне түспей, таңертең ерте тайып тұрған. Содан бері еш хабар жоқ. Кешір мені, әкешім, мен азғынмын. Маған енді тірі жүрудің не мәні бар? Сенің ұрпағыңды жалғастыра алмадым. Кешір азғын ұлыңды, кешір анашым, деп солқылдай жылай берген. Қайда келе жатыр? Кімге келе жатыр? Әкешім, сен аман болшы деп машинаның рулін тез бұрып жібергенде, қарсы келе жатқан көлік бұндай оқыс жағдайды түсіне бермей, қатты жылдамдықпен Сырымның машинасын соғып жіберген. Жедел жәрдем келгенде Сырым жан тапсырған еді. Ал ұлының қазасынан кейін 5 минуттан кейін әкесі де өмірмен қош айтысып кете барды. Әке мен ұл бір күнде жер қойнына табыс етілді.